Сәлем, мен есімім Анара Қайрат, бұл Easy ағылшын. Бүгін бізде тақырып көмекші сөздер, оның ішіндегі екеуі by және with. Негізі көмекші сөздер дегеніміз не? Орысша предлог дейді, ағылшынша preposition дейді. Ол деген қысқа сөздер бізге сөздерді бір-бірімен байланыстыруға көмектеседі. Біздің тақырыбымыздың өзі by or with деп аталады. Осы екі көмек сөздің бір-бірімен айырмашылығы және ұқсастығы жайлы сөйлесейік. Енді мен сіздерге мысалы екі сөйлем беріп тұрмын. Екеуі бір-біріне ұқсайды, біреуінде by, біреуінде with қолданылған. Оқып көрейік. I learn English by watching Easy ағылшын. I learn English with watching Easy ағылшын. Яғни мен ағылшын тілін Easy ағылшынды көріп үйренемін. Сонымен осы жерде by watching бола ма, with watching бола ма? Қалай ойлайсыздар? Егер сіздер by watching деп айтсаңыздар, онда өте дұрыс. Қазір не үшін екенін әрмен қарай түсіндіремін. Екінші, I write with a pen, I write by a pen. Қайсысы дұрыс болады деп ойлайсыз? Бұл жерде жауап I write with a pen болады. Енді осы екі сөйлемде ұқсастықтарды қарап көрейік. Неге мен осы екі көмекші сөзді бірге алып отырмын? By және with. Себебі екеуі де сөйлемде қалай деген сұраққа жауап береді. Яғни ағылшын тілінде ол how. Яғни мен ағылшын тілін қалай үйренемін? Easy ағылшын көру арқылы. Мен қалай жазамын? Қаламсаппен жазамын. Яғни екеуі де қалай деген сұраққа жауап береді, бірақ айырмашылығы неде? Соны бірге қарастырайық. Тағы бір мысал. I turn on the computer by pushing the on button. Мен компьютерді қосу батырмасын басу арқылы қосамын. Осы жерде by pushing дегенді көріп тұрсыздар. Push деген басу. By pushing басу арқылы. I keep healthy by exercising. Мен денсаулығымды жақсы ұстаймын. Қалай? Жаттығу жасау арқылы. By exercising. Енді осы жерде не байқап тұрсыздар? By деген сөзден кейін қандай сөз табы тұр? Соған мән беріңіздер. Екеуіне де қарасақ, бізде етістік тұр. Byдан кейін бізде етістік тұр. Етістіктің жай өзі емес, ing жалғанған етістік тұр. Оны біз герунди деп атаймыз. Герундиге қатысты сабақ бар, соны қарап көрсеңіздер болады. Ағылшын тілі грамматикасы деген плейлистта. Сонымен герунди дегеніміз ол етістікке ing жалғау. Сонымен byдан кейін бізде жай ғана етістік емес, міндетті түрде ing жалғанған етістік болуы керек. Енді мен сіздерге әрқашан айтамын, 100% тура келетін ереже ағылшын тілінде өте аз. Сол себепті көбінесе осы не себепті, қалай деген сұраққа жауап беретін сөйлем айтқыңыз келсе, by қолданылып, одан кейін етістік ing-мен келеді. Ал мысалы, мынау сөйлемге қарап көрейік. Қандай осы жерге етістік қай сөз келеді деп ойлайсыздар? I learned karate by YouTube. Яғни қазақша айтатын болсақ, мен каратені YouTube көру арқылы үйрендім. Қалай? Көру арқылы. Сіздер жауабын өздеріңіз іштен айтқан шығарсыздар. Бұл жерде by watch болмайды, by watching болады. By watching YouTube. Мен сіздерге тағы да айтамын, етістікке ing жалғау арқылы жасалады. Сонда егер сіздер герунди, яғни етістікке ing жалғанған сөзді көріп тұрсаңыздар, және ол сөйлеміміз қалай деген сұраққа жауап беретін болса, онда алдында by қоясыздар. Сонда by watching YouTube. Яғни by көмекші сөзінен кейін бізде герунди жүреді екен. Енді екінші жағдай бар. Ол үшін бірінші noun деген не екенін біліп алуымыз керек. Яғни noun деген қазақ тілінде бізде зат есім.
сөз табы, зат есім. Яғни ол кім, не дегенге сұраққа жауап беретін сөз табы. Ол адам болуы мүмкін, ол жер болуы мүмкін, ол зат болуы мүмкін. Кім не деген сұраққа жауап береді. Енді бізде бай деген сөзден кейін, бай көмекші сөзден кейін кейде зат есімде жүреді. Біз жаңа етістік ing-мен жүреді дегенбіз, екінші жағдай бізде зат есім жүреді. Енді мен сіздерге екі маңызды түрлерін қазір осы жерде айтамын, қай жағдайда қандай зат есімдермен қолданылады. Және де одан бөлек тағы да осы исключение деген сөздің қазақшасын білмей жүрмін да. Білетін болсаңыздар комментарийде жазыңыздаршы, себебі көп қолданамын және әрқашан исключение деп айтып жүрмін. Яғни бізде исключениялар бар, оларды мен бұл жерге қоспадым. Яғни маңызды екі нұсқаны ғана айтамын қазір, қашан қолданылатыны. Байдан кейін зат есім қолданылады, егер ол communication, араласуға, қатынасуға қатысты сөз болса, немесе транспортқа қатысты, транспортқа қатысты сөз болса. Мысалға қарап көрейік, сол кезде сізге түсінікті болады. I will contact you by email. I will contact you by email. Қалай? Email арқылы. Яғни бұл сізде қарым-қатынасты көрсетіп тұр, Мен email арқылы сізбен байланысамын. Қарым-қатынас болса, мен сіздерге айттым, by қолданылады. I will contact you by messages. Хат арқылы, I will contact you by pigeon. Мен сізбен кептер арқылы байланысамын. Яғни ол қазіргі заманда мүмкін емес шығар енді. Бірақ сондай, яғни бір қарым-қатынас арқылы жасалатын зат есім болса, қарым-қатынас мағынасында, онда біз by қолданамыз. I will message you by text. Тағы да қарым-қатынас, мен сізге хат жазамын текст арқылы. Енді транспортқа қатысты айтып көрейік. I will go by bus. Мен сізге қалай барамын? Автобуспен барамын. Транспортқа байланысты зат есім болғандықтан біз by қолданып тұрмыз. Яғни қайтадан қайталап айтамын. By-ды біз қалай деген сұраққа жауап беріп, және де зат есіміміз қарым-қатынасқа қатысты немесе транспортқа қатысты болса, by қолданылады. Тағы бір мысал, I came by car. Мен көлікпен келдім. Қалай? Көлікпен. Көлік, транспорт. Және де тағы осы жерде байқайтын болсаңыздар, біз ешқандай да артикль қолданып тұрған жоқпыз. Яғни by an email, by the email деп айтпаймыз, тек by email, by bus, by car. I will go by a bus деген нәрсені ешқашан естімейсіздер. Яғни byдан кейін зат есім ешқандай артикльсіз болады. Осы жерге дейін түсінікті деген ойдамын. Енді келесі біз by туралы айттық, by туралы біз етістік, яғни герунди арқылы жүргенін айттық, byдан кейін герунди тұрған. Екінші жағдай, byдан кейін зат есімді айттық, яғни ол бізде қарым-қатынас немесе транспортқа байланысты болса дедік, және артикль қолданылмайды. Енді біз with жайлы айтайық. With біз зат есіммен қолданамыз. Зат есім айттым бағана, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Және де қандай зат есімдер? Зат есімнің ішінде адамның дене мүшелері, бір құралдар болса, біз солардың алдында with қолданамыз. Мысал келтіріп көрейік. Italians talk with their hands. Итальяндықтар өздерінің қолдарымен сөйлейді. Яғни қалай сөйлейді? Their hands, қолдарымен. Бұл жерде бізде дене мүшесі болып тұр. Тағы мысал айтсақ, I run with my legs. Дене мүшесі, мен аяғыммен жүгіремін. I point with my fingers. I point with my fingers. Мен саусақтарыммен көрсетемін. Саусақтарыммен нұсқаймын. Яғни қалай дене мүшесін алдық, сол себепті бізде with қолданылып тұр. I cleaned the floor with a mop. Мен еденді, швабраның қазақшасын білмейді екенмін, еденді швабрамен тазаладым.
Сонымен бұл жерде құрал ретінде қолданылып тұр, сол себепті with қолданып тұрмыз. I ate dinner with a fork. Мен кешкі асты шанышқымен жеймін. Қалай? Шанышқымен. Бұл да бізде бір құрал ретінде болып тұр. Сол себепті біз with қолданып тұрмыз. Тағы да мысал айтсақ болады. I eat lunch, мысалы, with chopsticks. Яғни Қытай палочкалары бар ғой, сонымен жеймін деген сияқты. Түсінікті деп ойлаймын. Яғни қайталаймын, бізде with-дан кейін зат есім жүреді. Яғни біз зат есім ішіндегі адамның дене мүшесі, құрал, саймандар жайлы айтатын болсақ, және ол қалай деген сұраққа жауап беретін болса, біз with қолданамыз. Түсінікті болса, онда тапсырма орындайық. By немесе with сөздерін қолдануымыз керек. I turn on the phone by or with pushing the button. Мен телефонды қосамын батырманы басу арқылы. Қалай? Осы жерде by қолданасыз ба, with ба? By. Дұрыс жауабы by, себебі бізде pushing деген сөз мына жерде герунди болып тұр. Біз айттық, герунди болса, біз by қолданамыз. Келесі. I study English watching Easy ағылшын. Мен ағылшын тілін Easy ағылшын көру арқылы үйренемін. By қолданасыз ба, with қолданасыз ба осы жерде? Әрине жауап бізде by болады, себебі тағы да бізде герунди тұр. Watching. Келесі. I boiled the water a kettle дейді. Мен суды ыстым шайнек арқылы. Осы жерде не қоясыздар? By ма, with ба? Жауабы бізде with болады. Не себепті? Себебі бұл жерде бір құрал, сайман ретінде. Құрал, яғни шайнек арқылы біз су ысытамыз. Келесі. Lisa gets to work by subway or with subway. Жауабы бізде by, себебі өзіңіз айтыңыз. Себебі бұл бізде транспорт. Лиза жұмысқа метро арқылы барады. Келесі. He killed the fly by or with a newspaper. Яғни шыбынды газетпен өлтірді. Қандай керемет мысал. Шыбынды газетпен өлтірді. By a newspaper бола ма, with a newspaper бола ма? Жауабы with болады. Бұл жерде де бізде ол құрал, сайман ретінде қолданып тұрмыз. Құрал, шыбынды өлтіретін құрал. Келесі. I always eat sushi by chopsticks, with chopsticks. Мен сіздерге айтқам, chopsticks деген жаңағы Қытайдың палочкалары. Жейтін. Мен әрқашан сушиді Қытай палочкаларымен жеймін. Қалай? Байқасаңыздар, барлығы қалай деген сұраққа жауап береді. Қалай деген сұраққа жауап берсе, біз by немесе with қолданамыз. Және соңғысын жауап бізде with болады, себебі бұл бізде тағы да құрал, сайман ретінде қолданылып тұр. Келесі, енді сіздерге тапсырма. Осы екі сұраққа жауаптарыңызды комментарийде жазасыздар. John exercises. Давайте былай істейік. Мен сіздерге аудармай қояйын. Сіздер өздеріңіз мағынасын білмесеңіздер аударыңыздар. Ал егер мағынасын біліп тұрсаңыз, бірден комментарийға дұрыс жауапты жазыңыздар. Себебі бұл өте оңай, бүгінгі түсіндірген тақырып болғандықтан сіздер оңай дұрыс жауабын табу керексіздер. Осымен сабақ аяқталды. Негізі ұзақ болған жоқ, бірақ осы қысқа уақыттың ішінде керекті грамматикаға үңіліп түсінді деген үміттемін. Бұл бізде көмекші сөздер. Тағы да оқырманның сұрауы бойынша комментарийде предлогтар жайлы видео түсіріңізші депті. Менде негізі предлогтар жайлы видеолар бар, көп болмаса да соларды көрсеңіздер болады. Астында сілтемесін салып қояйын. Және бүгінгі тақырыпқа мен by және with предлогтарын алуды жөн көрдім. Тағы да қандай тақырыпта видео түсіргенді қалайсыздар, түсінбей жүрген, осы түсіндірсе екен, білсек екен дейтін тақырыптарыңыз болса, міндетті түрде комментарийде жазыңыздар. Және де
тегін нәрсе деген болмау керек, иә. Сіздер білесіздер, өмірде баланс болу керек. Мен сіздерге қазір тегін сабақ бердім. Сіздер өтініш маған соны рахмет ретінде комментарийде кез келген сообщение жазыңыздар, лайк басыңыздар, міндетті түрде маған тіркеліңіздер. Сол сіздердің маған деген рахметтеріңіз болсын. Сіздерге де видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. And I wish you good luck. Bye.